Сәлеметсіздер ме, балалар? Әжемнің ертегілер аясы жобасында Алдар Көсе хикаяларынан қалыңдық ертегісін оқып беремін. Бірде мынандай оқиға болыпты. Алдар Көсе байдан қарызға ақша алып, қарсын төлегенмен пайызын қайтара алмай, әбден әлек болыпты. Уақыт өткен сайын Алдардың да қарызы күннен күнге өсе беріпті. Болды, қарызыңды көтіп шаршадым. Ақшаңның бәрін ертең қайтармасам, түрмеге отырғызам. Енді қайттым. Қалтамда көк тиыным да жоқ. Ақшаны қайдан алсам екен? Ай, сорлы басым. Ей, Алдар Көсе, шық бері, қарызыңды қайтар. Қайтаратын уақыт жетті. Қайтарасың ба? Әлде түрмеге барасың ба? Өзің таңда. Ағам үйде жоқ. Ақша мәселесімен қалаға кеткен еді. Ау, сен кім боласың? Мен Алдар Көсенің жиені боламын. Қонаққа келіп едім. Ал жарайды, Алдар Көсенің жиені. Менің үйіме жүр. Ағам қарызыңды қайтарғанша үйімде тұрасың. Ей, қарның ашқан шығар, кел бізбен бірге отырып, тамақ іш. Ойбай-ау, соншама жапырып жегеніне семіріп кетесің. Ештеңе етпейді. Толсам да керек кезде арықтап алам ғой. Алдар Көсенің қалада қашанға дейін болатын кім біліпті? Оған дейін қыздың ішкен жегенін санап жазық қояйын. Кейін Алдар Көсеге төлетіп аламын. Қызымыз қыздың атай қызыласық, болмай соғылғау әркім ғашық. Әзілмен елін тауып ойламаса, жігіттің қарап тұрсың, шіркін өзі жасығай. Ай, үйлеріңде бой жеткен қыз бар ма? Мен өзіме тең құрбыз деп жүрмін. Құда түсейін деп едім. Оу, төрлет қарағым, төрлет. Үйімізде бір бой жеткен бар. Алдар Көсенің жиені болады. Өзің қара, мүмкін натып қаларсың. Ай, бірден нап қалды. Мен дереу үйленгім келеді. Әй, бұл қыздың ағасы Алдар Көсе маған көп ақша қарыз. Қарызын өтеп берсең, алда жүре бер. Махаббат бар жерде қайдағы ақша? Әй, қанша керек? 100 000. Міне ақшам. Тек тойды бүгін жасаймыз. Бой жеткеннен ешкім еш нәрсе сұраған жоқ. Бұл жігіт қызға ұнай ма, ұнамай ма, байға ақша төленсе болды екен деп ойлады. Бай мен жігіт екеуі өлгенше мас болды. Сен осы мені сыйлайсың ба? Сен менің қайнатамсың ғой? Қалай сыйламаймын? Әй, қойшы, атаң емеспін. Әй, маған бәрібір қайнатамсың ба, жоқсың ба? Қызымыз қыздың атай қызыласық, жастар көп қыз балаға болған ғашық. Әзілмен елін тауып ойнамасаң, жігіттің қарап тұрсам, шіркін өзі жасығай. Кәне, бір сүйінші сені. Жоқ, біз ауылдан ұзаған жоқпыз. Біреу көріп қойса ұят болады. Ой, сен менің әйелімсің енді. Айтқанымды істейсің енді. Ана,
тұрған төбешікке жетіп алайықшы. Сонда сүйсеміз. Ана тұрған төбешікті айтып тұрсың ба? Оған дейін ұйықтап та үлгірем. Ұйықтаңыз күйеуім, ұйықтаңыз күйеуім. Дырррр, жеттік пе? Әй, сен кімсің? Әй, сенің әйеліңмін. Сен еркексің ғой. Иә, дәл айттың, еркекпін. Не деген ақмақпын, ауыл-ауылдарлап, қаншама керемет қыздарды көріп, еркекке үйленгенімді қара. Ой, сорлы басым. Әй, кәне, бір шолп еткізіп, бір бетіңнен сүйейін бе сені? Әй, кет әрі. Ойбай, әке-шешеме не бетімді айтам? Танысып қойыңдар, мынау менің күйеуім деймін бе? Сұмдық-ау, сұмдық. Бұның бәрін біреуге айтып, несіне әуре боламыз? 100 000 теңге өтемді төле де, жаңа ғалымды қыз деп жөніңе кете бер. Сөйтсем бола ма? Әрине болады. Қарсы болмайсың ба? Мүлде қарсы болмаймын. Бірақ арамызда болған жайтты ешкімге айтпа. Абыржыма, тісімнен шығармаймын. Міне, қайтадан бойдақ болдым ой. Бұрынғыдай бай болсам да, әйтеуір еркін зіңгіттей жігітпін. Жаңа жұбайым. Ал мен бай болсам, барып байдың қарызын қайтарып берейін. Әбден күтіп қалған шығар. Әй байым, менің жиенім қайда? Бейшара қызды менсіз күйеуге беруге қалай ғана арың барды? Енді мен оны қайдан іздеймін? Саған қарызыңды алып келем. Сен оңбаған менің туысымды көрінгенге ақшаға сатып. Өз обалың өзің енді. Мен сені сотқа берем. Түрмеде отырғызып, көзіңді түрмеде шірткізем. Ой, бүлдірдім, бәрін кешіре көр, бүлдірдім, сотқа бермей қойш. Анау күйеу жігіт ұсынған ақшаның бәрін саған берем. Тек түрмеге отырғызбашы. Қарыз ше? Қарызды да кешірдім. Әй, сонда сен немене? Маған ақша бер, туған жиен ұмыттырғың кеп тұр ма? Жоға, қайдағы ақша? Ақша бергің келмей тұр ма? Онда сотқа барамыз. Берем алдар. Қанша бересің? 100 000. Яғни күйеу жігіт берген 100 000 теңге. Оған қоса мен қарыз болған 100 000 теңге. Мен тағы 100 000 теңге. Сонымен барып 300 000 теңге бола ма? Ондай ақшам жоқ. Онда менен қарызға ақша алсаңшы. Қарызыңды соңынан өтеп, пайызын кейін төлерсің. Енді сені туысым десем де болады. Ал балалар, ертегі наған болса, Александр Сергеевич Пушкин атындағы қалалық балалар кітапханасына келіңіздер. Ертегіні бірге оқиық.